Бүгін осындай сорпа болады. Мына жүгеріден, сары жүгерден жасалған. Міне май құйып, одан соң пиязды араластырып қою керек. Содан соң қалғандарын салатын боламыз. Одан кейін картошканы жақсылап турадым. 5-6 картошка керек болады. Одан кейін мен мына орам жапырақ, яғни 40 қабатты қосам деп ойламаған басында. Бірақ амал жоқ, қосқым келіп кеткендіктен қосып жібердім, достар. Қазір томат қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да өз қалауларыңыз. Паприка салдым, томатты кішкене қосып жібердім. Осындай қызылдым түс болып шығады. Тағы да мен тефальға су қойып қойдым. Тұз қосам содан соң. Одан кейін келесі ингредиенттерді қосатын боламыз, достар. Мына етті, жаңағы мендегі холодец сияқты етті қосып жүрген болатын. Міне осыны араластырамыз. Бұл жақсылап қайнау керек. Бұл қайнап бітуі керек. Содан соң келесі этаптарға көшеміз, достар. Жаңа жуып жақсылап осыны қосып жатырмын. Ой, жүгері болғанда горох деп айтады. Осылай қосып аламыз, араластырып. Одан соң үстіне жақсылап тұрып қайнаған су құямыз. Жақсы болу керек, және қайнаған су. Осы жетеді деп ойлаймын. Енді бұл қайнағанын күтеміз. Тұз алып саламын. 2 немесе 1 ас қасық салсаңыздар да болады, бірақ қатты көп салудың қажет жоқ. Бірақ ол жаңағы горох өзіне сіңдіріп алу мүмкін, сол үшін көбірек салып жатырмын. Енді бізде роллтон. Одан кейінгі приправа әрине де для шашлика қосып жатырмын. Тоже тым көп қосып жібермеу керек. Бұл жақсылап қайнасын енді. Күтейік бұны. Әдемі болып қайнағанын, достар. Сорпамыз осындай болып шықты, достар. Ас болсын.